Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 3 сынып математика пәні 44-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Егін жинау уақыты. Бүгін сендер сабақта санның бөлігін табуды және бөлігі бойынша санды табуды үйренетін боласыңдар. Видео сендерге пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан соңына дейін қараңдар. Түсінбеген есептеріңді де қарап алсаңдар болады. Бірінші есеп бізде тапсырмасы сантиметрмен берілген әр жолақтың ұзындығы бір жылдағы айлар санына тең. Әрбір жолақ бірдей қанша бөлікке бөлінген? Әрбір бөліктің ұзындығын өлшемей ақ білуге бола ма дейді. Өлшемей білуге болады. Ең алдымен кесіндінің бір үлесінің ұзындығын білу үшін кесіндінің ұзындығын үлестің санына бөлу керек. Жалпы мынаны былай өлшеп алсаңдар болады. Бізден сұрап тұрғаны. Жалпы мына кесіндіні, міне, дәл осы кесіндіні өлшеп аласыңдар сызғышпен. Бізде мына кесінді 12 сантиметрге тең болып тұр. Барлық кесінді 12 сантиметрге тең болып тұр. Енді әрбір бөлікті бұл 12 сантиметр екі бөлікке бөлінген, тең де екі бөлікке бөлінген. Демек сендер 12-ні 2-ге бөлесіңдер, сонда 6 шығады. Демек, мұнда 6 сантиметр, мынау 6 сантиметрге тең деген сөз. Келесінде де 12 сантиметр. Міне, бұл 12 сантиметр. Енді неше бөлікке бөлінген? 3 бөлікке бөлінген. Демек, сендер 12-ні 3-ке бөлесіңдер. Енді толық жазылмай қалып жатыр. 12-ні 3-ке бөлесіңдер. Сонда 4 шығады. Міне мен жазып көрсеткем 12 сантиметр 3-ке бөлгенде деп. Келесісінде Келесісінде 12 сантиметр неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4. Демек, 12 сантиметрді 4-ке бөлесіңдер, сонда 3 сантиметр. Демек, біздің әр жолағымыз 3 сантиметрге тең деген сөз. Келесісінде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлікке бөлінген, 12-ні 6-ға бөлесіңдер, сонда 2 болады. Сонда әр жолағы 2 сантиметрге тең деген сөз. Міне осылай табуға болады. Екінші есеп, кесінді тең бөліктерге бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығын өлше. Бір бөлігін білу арқылы барлық кесіндінің ұзындығын қалай табуға болады дейді. Ұзындығын табуға болады. Барлық кесіндінің ұзындығын білу үшін бір үлестің ұзындығын, міне мынаны сұрап тұр бізге. Бір үлестің ұзындығын бірдей үлестердің бөліктерінің санына көбейту қажет. Демек, сендердің жалпы барлығы неше сантиметр екенін білу үшін бірінші мынаны өлшеп аласыңдар. Мынау 3 сантиметрге тең бір бөлігі. Бұл неше бөліктен тұрады? 2 бөліктен тұрады. Демек, 3 сантиметрді 2-ге көбейтесіңдер, сонда 6 сантиметр болады. Мынаның ұзындығы бізде 6 сантиметрге тең деген сөз. Міне. Бұл бізде 6 сантиметрге тең болып тұр. Келесінде де бір бөлігін өлшесіңдер. Мына бөлігін өлшеп аласыңдар. Бұл бізде 2 сантиметрге тең. Неше бөліктен тұрады бұл? 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөліктен тұрады, яғни 2 сантиметрді 5-ке көбейтесіңдер, сонда 10 сантиметр болады. Демек, біздің кесіндіміз, мына кесіндіміз 10 сантиметрге тең екен. Міне осылай табуға болады. Келесі тапсырмаларды орындайық. Үшінші есеп бізде. Қараөрік ағашынан 20 килограмм жеміс жинап алынды. Бізде мынандай ағаш берілген деп есептейміз. Дәл осындай ағаштан бізде 20 килограмм өнім берді. Дәл осындай ағаштан біз 20 килограмм қараөрік теріп алдық. Енді сендерден сұрап тұр. Ыдысқа жемістің жартысын, 20 килограммның жартысы деп тұр. Жартысын 5-тен 1-ін, 4-тен 1-ін салғанда әр ыдыста қанша килограмм қараөрік болды дейді. Енді бізде 20 килограмм ғой барлығы. Бізде барлығы 20 килограмм.
Бізде барлығы 20 килограмм. Енді жартысы деген сөз 20-ны 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 10 болады. Бізде жартысы мынау 10 килограмм. Мына ыдыста 10 килограмм қара өрік бар деген сөз. Келесісінде 20-ның 5-тен 1 бөлігі деп тұр. 20-ны 5-ке бөлесінде 4 болады. Демек, мына ыдыста 4 килограмм қара өрік бар деген сөз. Енді келесісінде 20-ның 4-тен 1 бөлігі 20-ны 4-ке бөлесінде 5 болады. Міне жартысы 10 килограмм, 5-тен 1 бөлігі 4 килограмм және 4-тен 1 бөлігі 5 килограмм қара өрік салынған екен. Келесісінде 4-ші есепті шығар. Бір қарбыздың массасы 8 килограмм. Жарты қарбыздың массасы қаншаға тең дейді. Міне бізде жалпы осы қарбыздың дәл осы тұрысы бізде 8 килограмм. 8 килограмм. Енді бұның жартысы деген сөз 8-ді 2-ге бөлесінде сонда 4. Қарбыздың 2-ден 1 бөлігі 4 килограммға тең. Міне осылай шартын құрып жазсаңдар болады. Келесісінде қарбыздың 2-ден 1 бөлігі 4 килограмм, бір қарбыздың массасын тап дейді. Яғни жалпы массасын табу керек. 2-ден 1 мына 2-ның 1 бөлігі осы бөлігі 4 килограмм болса, бүтінді табу үшін 4-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 8 килограмм болады. 5-ші есеп. Есептерді шығар. Бір жәшік А тапсырмасы, бір жәшік алманың 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм тартады. Жеміс толы жәшікте неше килограмм алма бар дейді. Енді бір бөлігі деп тұр ғой, түсінікті болу үшін бұлай сызып көрсетейін. Мынандай жәшік бар. Жәшікте алмалар бар. Осының 4-тен 1 бөлігі жалпы, осылай түсінейік, 4-тен 1 бөлігі 4 килограммға тең. Сонда 4 бөлігінде де 4 килограмм алма бар деген сөз ғой. Міне 4 бөлігінде де алма бар. Енді біз жалпы массасын табу үшін 4-ті 4-ке көбейтеміз, сонда бізде 16 болады. Жеміс толы жәшікте 16 килограмм алма бар. А тапсырмасы. Бір жәшікте 16 килограмм алма бар. Оның 4-тен 1 бөлігін бәліш пісірді. Бәліш пісіру үшін неше килограмм алма пайдаланылды дейді. Бізде мынандай жәшік берілген. Осы жәшіктің массасы 16 килограмм. Енді 4-тен 1 бөлігі деп тұрған, осы 4 бөлікке бөлген кезде, осының 1 бөлігіне бәліш пісірді. Бәліш пісірді. Мынау 4 килограмм, мынау 4 килограмм деген сөз 4-тен 1 бөлігі. Мынау 4 килограмм және мұнда да 4 килограмм деген сөз 4-ке бөлген кезде. Енді біз Бізде бәліш пісіру үшін 4 килограмм алма пайдаланылды. Келесен осыған ұқсас есеп құрастыруымыз қажет. Себетте 12 килограмм алма болды. Оның 3-тен 1 бөлігі сатылды. Неше килограмм алма қалды дейді. Енді 12-ның 3-тен 1 бөлігі деген сөз 12-ні 3-ке бөлесіңдер 4 килограмм. Демек бізде 4 килограмм алма сатылды деген сөз. Барлығы бізде 12 килограмм еді. 12-ден 4-ті азайтамыз, 8 болды. Бізде 8 килограмм алма қалды. Келесі есебіміз 6-шы есеп. Есептерді шығар, кері есептер құрастырып, оларды шығар. А тапсырмасы. Ұзындығы 15 см қияр 5 бөлікке бөлінді. Бір бөлігінің ұзындығы нешеге тең дейді. Бізде қияр берілген. Осындай қияр деп түсіндірейік. Осы қиярдың ұзындығы бізде 15 сантиметрге тең болып тұр. Бес бөлікке бөлінді деп тұр. Міне осындай 5 бөлікке бөлінді дейді. Бірдей. Әр бөлігінің ұзындығы нешеге тең дейді.
Енді оның үшін 15-ті 5-ке бөлеміз, 3 болады. Сонда бір бөлігінің ұзындығы 3 сантиметрге тең деген сөз. Енді кері есеп құрастырамыз. Ұзындығы 15 сантиметр, бір бөлігі 3 сантиметр. Енді неше бөлікке бөлінді деп тұр. Енді біз бөлігін табу үшін барлығын бір бөлігіне бөліп шығамыз. Барлығы 15 сантиметр, 15-ті 3-ке бөлеміз, сонда 5 болады. Қиярды 5 бөлікке бөлуге болады. Енді ә тапсырмасы: бақшадан жинаған қызанақтың 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм. Бақшадан барлығы қанша килограмм қызанақ жиналды дейді. Барлығын табуымыз қажет. Міне. Барлығын табуымыз қажет. Ол үшін 9-ды 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде 27 болады. Барлығы 27 килограмм қызанақ жиналды деген сөз. Енді кері есеп құрастырамыз. Барлығы 27 килограмм, 3-тен 1 бөлігі неше килограмм. Енді біз 27-ні 3-ке бөлеміз, 9 болады. Сонда 3 бөлігі 9 килограммды құрайды деген сөз. Келесі есеп. 9-ыншы есеп. Оқушы өрнектің мәнін амалдар бойынша есептеді. Оның қандай өрнектің мәнін тапқан анықта дейді. Енді қарап тұрамыз. 16-ға 12-ні қосқан 28, 27-ні 7-ге бөлді деген сөз. Демек жақша болады. 16-ға 12-ні қосасыңдар, 28 болады. 28-ді 7-ге бөлесіңдер, сонда 4 болады. Міне осы өрнек бойынша шығарасыңдар. Келесіне 9-ды 6-ны көбейткен, 5-ді 6-ға көбейткенде екеуінен шыққан санды азайтқан. Демек жақшамен қойсаңдар да болады. Жақша қойып 9 көбейту 6, 5 көбейту 6, екеуінен шыққан мәнін азайтсаңдар, сонда бізде 24 шығады. Осы өрнекте құрастырсаңдар болады. Келесісінде 65 қосылған 9, 49 бөлінген 7 деп тұр. Демек бұл жерде де жақшамен орындалады. 65-ке 9-ды қосып аласыңдар, 74 шығады. 49-ды 7-ге бөлгенде 7 шығады. 74-ке 7-ні қосқан кезде 81 шығады бізде. Міне осылай есептерді шығарамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.